Айғаным ақылмен ел сақтаған әйел. Біз батырларды көп айтамыз, қылыш ұстаған ерлерді, жауға шапқан хандарды. Бірақ тарихта кейде найза емес, ақыл өзгертеді. Айғаным Сарғалдақ қызы 1783 жылы дүниеге келген, қазақ даласында туған қарапайым қыз, 6 тіл меңгерді. Араб, парсы, шағатай, орыс, тіпті француз тілін. Ол шығыс тарихын білді, философияны меңгерді. Ресми хаттарды өзі түзетіп отырды. Бұл 19 ғасыр. Уәлихан оған сөз салғанда Айғаным үнсіз келісіп кете салған жоқ. Ол шарт қойды. Бөлек қоныс балалардың мұрагер болсын, олардың білім алуын ешкім кедергі жасамасын. Сол заман үшін бұл батылдық. 38 жасында 9 баламен жесір қалған кезде көп әйел үшін бұл өмірдің соңы болар еді. Бірақ Айғаным үшін өмірдің басталу болды. Ол тізгінді өз қолына алады. Ресей оны хан ретінде таниды, жылына жалақы тағайындайды. Сырымбетке қоныс салдырады. Мешіт, мектеп, диірмен барлығын өз қолымен салдырған болатын. Қазақты егіншілікке үйретті, балаларды орысша оқытты. Өйткені ол бір шындықты ерте түсінді. Заман өзгеріп келе жатыр. Ол соғысты емес, стратегияны таңдады. Ұлын омбыға жіберді. Сол ұлы Шыңғыс Уәлиханұлы, ал оның ұлы Шоқан Уәлиханов. Біз Шоқанды білеміз, ал сол Шоқанның артында Айғанымның ақылы тұр. Кейде ұлттың тағдыры бір ана өзгертеді. Айғаным дәл осындай ғана, дәл сондай ана және де тұлға.